Достар, мен осы Алматы қаласында өзіммен бірге тұратын бір жігіт іздеймін, жігіт адам. Порядочный, и потом мобилограф, немесе маркетолог, немесе таргетолог, бизнеске де кішкене қатысы бар, өнер жағына да бір қатысы бар болса да болады. Короче, сондай бір салалармен араласатын, айналысатын адам болса, желательно болашақта бірге тұрып, бірге жұмыс жасап, бірге өсетін, және де ең бастысы ішпеу керек, шекпеу керек, тәртіпті болу керек. Если что, бар болсаңыздар, маған жазыңыздар. Баршаларыңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Менде барлығы жақсы, шүкір. Тұрып тіршілікке кіріспесек, что-то үйде жатып, төрт қабырғаның ішінде жынды болып кететін болдық. Айтпақшы, шашымды өзгерттім. Енді постоянно осы прическамен көретін боласыздар. Өзгермейді. Химия салдырып тастадым, короче. Бір көрейінші дедім, эксперимент жасап. Өсіп жүремін. Сол, қазір шығам сыртқа. Бүгін Толонайдың үлкен баласының туған күні. Барып құттықтап, содан бүгін студияға барам. Студияға барып, бұйыртса шығайын деп жатқан әніме дауыс жазам. Бүгін 27-нің 4-ін жаса. Отбасымен бақытты болыңдар. Всем советую Киндер Форнер деп. Нет, не могу советовать. Вот прям вау дейтіндей емес. Болады ана телефонный бір нелерге шығады ғой, мысалы Google'дан кіріп телефонмен көре саласың. Менде жақсы бір не бар, сайт бар. Сол жақта кинотеатрға шыққан кинолар бір аптадан кейін ана сайтқа шығады. Содан көріп тұруға болады. Лучше келіп қазақша киноларды көру сияқты. Ана Капитан Америка, сосын тағы не болды? Джеки Чанға ұқсайтын тағы бір адам бар, Любовь, боль ма бірдеңе. Сондай бірдеңе, не знаю, мне кажется, кинотеатрға келіп вау деп көретіндей емес. Телефонда сайт бар, күшті сайт. Соған кіресің да, жазасын шығып тұрады. Поэтому не могу советовать. Қағаз қарасыңдаршы, мына орын жоқ та, қоятыншы. Орын жоқ. Мынаны қиыс қойып. Амал жоқ қойдым енді. Мына вообще пипец, мына вообще пипец. Мыналардікі вообще енді айта алмаймын енді. Мына қара, мерді бір машина орын бос тұр ма? Мына до конца кірмеген. Мынау алдын ашпаған. Тек өзін ойлайтындарға таң қаламын да. Мынау неға кіресі болады, например, азанда бәрі жүреді. Екі орын тұрмас, например, жоқ деген екі орын тұр. Сосын араларынша андай амалдай ашып қойып қояды. Ана жерге сиғыз жіберіпті. Мына арал